Алматыда медбикелер емхананың алдын қардан тазалап жүр. Не сұмдық бұл? Жағдай 5-ші емханада орын алған, деп жазды Экспресс-ка сайтының тілшілері. Бейне әлеуметтік желілерде таралып кетті. Менің ойымша медбикелерді қар тазалауға салып қойған адам таңертең жұмысқа былай келді. Сегодня у нас снег, тан-тара-та-тара-та-та-тара-та-тара-та. Басты сұрақ, аула тазалайтын қызметкердің өз қайда? Емхананың бас дәрігері бұл сұраққа жауап берді. Осы күні қар көп жауған дейді. Аула тазалаушы үлгермеген екен. Және бұл медбикелер емес, кіші медициналық персонал. Шығуға өздері келісім берген. Қар кіруге барлығымыз шығып отырамыз дейді. Орынбасарлар да, өзім де. Солай ма? Емхананың кіші медициналық персоналына шапалақ соғып қоюға болады. Бұл оқиғаға қатысты пікірлер екіге бөлінді. Оларды